Қандай ғана бір суреттер бар көз алдында. Әжемнің қорқына байтымыз, дарияға суға кетіп қала жаздағаным, тағы бір сондай. Бұл бірақ сол ауылға мен жақында 46 жылдан кейін бардым. 46 жылдан кейін барып сол ауылды көрдім. Көп нәрсе есіме түсті. Адамның жады негізі жаңғырып тұрады. Мен өзім сол ауылда бірде бір адам танымайды екен мен. Ешкім танымайды. Себебі біз ол ауылға уақытша барғанбыз. Біз әкемнің атаның жұмыс барында атамды жер аударып сол жаққа солай барғанбыз. Біздің ағайын туысымыздың бәрі Қоңыратта, біздің осы жақтан көшіп бара жерде, сол Қоңырат деген жерде, сол балалық шағым сол Қоңыратта өтті. 6 жастан кейін өмірдім. Қоңырат біздің ауыл, біздің ауылда 5 шақырым жерде Үлкен Айбергеновтың ауылы бар. Сондай бір жақсы, өте жақсы өтті менің балалық шағым. Қазір енді мен сағынып қаламын. Балалық шағым ең бір бақытты кезім, жақсы кезім. Ана бірінші курстың балдар жылап жібермеңдер. Бірақ сондай бір әдемі шақ сол жерде өтті. Таза қазақы ауыл. Біздің ауыл енді бір өте керемет ауыл болды. Кішкентай кезімізде бізде той болатын болса, біреудің баласы үйленетін болса, міндетті түрде жырау шақырылатын ол кезде. Сол жырауларды тыңдап өстік біз. Жырау тыңдаған қазақтың соңы біз ау деп ойлаймын. Сол таңертең әжеммен бірге барып, әкеммен бірге барып, сол жырауды тыңдап, бала кезімдегі ең үлкен арман мен жырау болсам екен дедім. Бірақ өкінішке қарай жырауды маған бұйырған жоқ. Себебі домбыраның басына қанша жастар жатып ұйықтасам да, домбыра не болған жоқ. Бірақ соның бәрі менің осы ақындық жолға түсуіме әсер етті ғой деп ойлаймын. Ата-анаңыз қандай адамдар еді? Менің әкем Өтеули Бабажан деген кісі негізгі мамандығы мал дәрігері. Өмір бойы сол мал шаруашылығында қызмет етті. Біздің ауылда үлкен бір ферма болды. Өте ірі ферма болды. Сол фермада жұмыс істеді әкем. Бригадир болды заводта. Сантехник болды. Өмір бойы сол жерде еңбек етті. Шешем ол да көп шешемнің сауаты болған жоқ. Ол кезде бір қалыпты жағдай болатын. Мектепте көп әйелдер мектеп бітіріп содан соң сол мектепте дүкенші, ауылда дүкенші болды. Одан кейін біздің неге келгенде сол фермада жұмыс істеді. Қарапайым жұмысшы болып еңбек етті. Менің шешем бір момын адам болды. Қазақша айтқанда ит жуастырды ғой жаңа. Көп шаруаға мен ісі жоқ. Жұрт қырылып жатқан кезде менің шешем сол үндемей отыра беретін өзі күліп. Жұрттың бәрі сыртынан менің шешем үндемес дейді. Өзінің аты ұмытып қалған тіпті. Соған мен қатты намыстанатын баяғы. Жұрттың шешелері жұлып жеп жатқан кезде менің шешем үндемей отырған көргенде ойпырмайды. Менің шешем неғып көп көт болмады екен деп. Шешем енді Құдай өзі әркім берген мінезі ғой. Адам табиғат мінезі. Сол үндемес отырып кетті. Сосын біздің үйде бір қызық жағдай болған. Менің атам Өтеуіл деген кісінің әйелінің аты Зылиха. Өтеуілдің інісі енші бөліспеген бір үйде тұрған інісі өмір бойы енші бөліспеген. Себебі анда мойнақаларды жер аударып жүрген балық шаруашылығында. Сосын ол жақта екі бірақ енші бөліспеген бір үйде тұрған бабаның әйелінің аты Зылиха. Менің шешемнің аты Зылиха. Бір үйде 3 Зылиха болған ғой сонда. Менің шешем сол өмір бойы өзінің атын айтпай кетті. Бір жерге қонаққа барсақ, өзі көп сөйлемейтін адам ғой, сосын көп білінбей қалатын ол жаңа. Сосын айтатын, замандас атың кім деп сұрақ қалады ғой кейде. Сол кезде Бауыржан айтып берші деп отырады. Өмір солай деп кетті. Маған Бектұрдан жеке бір сұхбатында былай деп айтады екен, жалпы мен кішкене кезінде атам маған кітап оқытатын. Сәлем Мұқановтың, Бердібек Смақбаевтың әңгімелерін, газетке жаңа басылған мақалалар болса шақырып алып мені оқытып қоятын. Кейіннен мынау қарап отырсам, өзінің жазушы болуыма сол бір кездегі оқиғалар сол оқығандарым әсер еткен сияқты дейді. Жалпы сіздің де ақын болуыңызға, жалпы баспасөз саласына, газет саласына кетуіңізге бала кезіңізде түрткі себеп болған оқиғалар болды ма? Болды. Мен де кішкентайымнан кітап оқыдым.
Менің әкем Бабажан деген кісі, Бабажанның інісі, бабаның баласы Атажан деген кісі кітап